Сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін мен сіздерге асқабақты мантының рецебін ұсынамын. Бұл мантыны мен бала кезімнен өте жақсы көремін. Бұл асқабақ пен мантының дәмі өте ерекше болып шығады. Ендеше менімен соңына дейін бірге болыңыздар. Егер де менің видео рецептерім сіздерге ұнаған болса, онда менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен асқабақты мантымыздың салмасын дайындауға кірісеміз. Етімізді көбейіктеп, кішкене қылып турап аламыз, ұсақтап. Етіміз турап болғаннан кейін асқабағымызға кірісеміз. Асқабағымызды тазалап болғаннан кейін оны да уақтап 4-5 көбейіктеп тураймыз. Дәл видеодағыдай тураймыз. Асқабақтың адам денсаулығына тигізетін пайдасы өте зор. Жатар алдында 1 стақан асқабақ шырын ішсеңіз, ұйқыңыз тыныш болады, және де нерв жүйесін тыныштандырады. Асқабақ шырыны бүйрек, бауыр және қуық қалбыршағы үшін ем. Бұл үшін асқабақты шикілей жеген дұрыс. Сонымен қатар қаназдыққа да пайдасы өте керемет. Простатит ауруына да ем болады. Сонымен қатар асқабақ ішек құрттардан құтылуға көмектеседі, яғни паразиттерден. Ендігі кезекте пиязымызды сақтап турап аламыз, дәл видеодағыдай. Одан кейін капустамызды сақтап турап аламыз. Капуста мантымызға піскен кезде ерекше бір дәм береді. Одан кейін біздер құйрық майды тураймыз. Құйрық май сочный, яғни шырынды қылады. Біз мантымызды сол үшін қосамыз. Мантымыз құрғақ болмайды. Мантымыздың салмасының барлық қоспаларын турап болғаннан кейін оған бұрышымызды, тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Салмасын араластырып болғаннан кейін енді қамырын дайындауға кірісеміз. Мантының қамырының рецебі менің каналымда бар. Мен тұшпараны қалай дайындаймын, тап солай мантының қамырын дайындаймын. Айта кететін бір лайфхак, мен мантының қамырын дайындаған кезде күнбағыс майын қосамын. Күнбағыс майын қосу себебі біздер мантымызды біріктіріп жапсырып жасаған кезде көп манты жасаймыз ғой, сол кезде соңғы жағына жеткенде уже біздің қамырымыз кеуіп жатады. Сол қамырымыз кеуіп кетпес үшін, бір-біріне жақсы бірігіп жабысу үшін күнбағыс майын қосамын. Қамырымызды жақсылап басып, иін қандырып, илеп, оқтаумен жайып аламыз. Нанымызды жайып болғаннан кейін 4 бұрыштап бірнеше бөліктерге бөліп тастаймыз. Одан кейін ішіне салмасын салып, 4 жағын біріктіріп жабысырып, 2 жағын бір-біріне түйістіріп қосамыз. Дәл видеодағыдай. Бұл мантыны жасаудың ең қарапайым әдісі. Асқабақты мантын жасауға кеңес беремін, себебі дәмі өте керемет болып шығады. Бұны бір жасасаңыз, қайта-қайта жасайтын боласыз. Достар, менің жаңа рецептерімді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айгерім.